Бала кезіміздің әнін естіп рахаттанып тұрмыз. Сәкен аға, қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Сәкен мырза, Гүлсінай ханым, ал төрлетіңіз. Сәкен жақсылық және де Алтайдың ар жағынан келген ару Гүлсінай Серік. Ал қош келдіңіздер. Деген сағынышын баяндаған диктор қыздың сезімі еді. Ал Гүлсінай ханым, сіз де Алтайдың ар жағынан оралдыңыз, келдіңіз. Және сол сағынышты дәл қазір өзіңіз мен мұңдалап жеткізіп тұрғандайсыз. Елге қашан оралдыңыз? Қайырлы таң баршаңызға. Өте қуаныштымын. Мен негізі 2020-да Қазақстанға өзіміздің атамекенімізге қоныс аударып келдім. Келгеніме міне 4-5 жылдай болды. Жоғары біліміңіз сол Қытай Халық Республикасында алып елге оралдыңыз. Қоңыраулар толастамай жатыр. Ендеше бір елге қазір желіге қосайық. Қайырлы таң. Алло, Алматыдан Алма байларым боламын. Қайырлы таң, Алма ханым. Сәлеметсіздер ма? Сәкен, айналайын, Сәкен, Гүлсінай. Енді мен жас кезімнен, қазір 60-тамын ғой, жас кезімнен сізді тыңдап келе жатырмын. 93-деңіз, сол кезінде есімде қалғаны, әкем осының видеокассетасын тауып әкеліп Қазақстаннан, әкеліп орындаған жаңағы Республика сарайында орындаған әнін әкеліп тыңдатты біздерге. Мен содан бері менің ең сүйікті әншім, бетке тұтар Қазақстанның. Бәрі әншілерді не қылмаймын енді, бәрін де жақсы көрім. Бірақ Алтайдың ар жағынан келген ару деген былтыр түнгі хабарда естіп, қуанып, күнде сіз білен ойына тыңдап, күнде тыңдаймын. Жүректен шыққан ән. Енді мына Гүлсінай қызымның даусының өзі керемет. Сәкендікі енді бір бөлек ол. Өте керемет. Қуанамын осындай Қазақстаннан осындай әншілердің шыққанына. Мына талабыңызға нұр жаусын, келе жатқан жаңа жыл, мына хабар арнасына 30 жыл, бәрін сіздерді құттықтаймын. Рахмет, Алма ханым. Рахмет мені тыңдағаныңыз үшін. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Әдемі лебізіңізге рахмет. Осындай жаны жайсақ біздің сүйікті көрерменіміз бар. Алма апай, ауырмаңыз. Бәріміз мәз болып қалды шынымен. Енді 35 жылдан бері тыңдап келе жатқан, жадымыздан кетпейтін әндердің бірі. Гүлсінай ханым, осы Қытай Халық Республикасында бірге жүрген кезде тіпті сол тұлғамен жолыққан екен. Және де сәукелесін сыйлаған дегенде бір деректер. Қаншалықты рас? Ол рас. Өйткені мен өзім кішкентай кезімнен 4 жасымнан бастап осындай әнге әуес болып өстім. Ол кісі мен бір ақындар айтысында бір кигіз үйде жатқан, біз бір апта, өйткені ол кісі енді жүргізуші сол концерттің. Сонда мен ол кісіні өзім кішкентай кезімнен жақсы көрем. Енді біз ол кісіні теледидардан көреміз ғой. Сосын күнделікті кісінің көйлектерін көтерісіп жүріп, сөйтіп жанында жүретін. Мен де ән айтайыншы, мен де сол концертке қатысайыншы деп. Сосын ол кісі мені концертке шығарды. Кететін кезде маған сәукелесін беріп кеткен. Енді мен ойлаған жоқпын. Содан бері қаншама жылдан кейін енді осы әннің мынаны қараңыз. Бағыңызға бұйырады. Ештеңе тегін болмайды ғой. Сол кезде Алла ол кісіге сездіріп тұрды. Маған жазылған әнді ертең сен айтасың дегендей басындағы сәукелесін кигізіп, ештеңе тегін болмайды. Бір жатыр да аржана терең, адам ona бермейтін нәрсе жатыр. Бірақ жатыр. Ана қызға арналып ән жазылды. Ал сол әннің, қыздың жауабын орындап отырған, сол кісінің сәукелесін басына кигізген өзінің сіңлісі Гүлсінайға жарқ еткізді қалды. Мені ханым секілді сұлулықты да Құдай берген екен. Берген екен. 2 жыл күткеніңіз бекер болмапты. 7 жыл. 7 жыл. 2 жылдан кейін хабарласқаныңыз енді сізге де рахмет. Әрине ол ән әрекетке барғаныңыз. Барлығымыз білеміз. Біз енді кішкентай кезімізден бастап құлағымызға әбден сіңген. Және бұл әннің де жауапкершілігі бар. Мен енді бірден айтам дегенге кішкене жүрек сындым. Өйткені оның әрбір сөздері әнге деген ол мен үшін үлкен жауапкершілік, ертең дұрыс шықпай қала ма дегенде былай ойлар болды. Сосын 2 жылдан кейін мен өйткені ол жақтағы сырттағы жүрген қазақтардың көңіл күйін мен әбден түсінемін. Жеткізгім келді. Шынымен де жеткізгім келді. Жеткізе білдіңіз. Шынымен жеткізетіндей әншілер өте көп, бірақ жақта жүрген өзіміздің қандастарымыздан артық ешкім жеткізе алмайды. Гүлсінай ханымның дайындаған әні бар екен, соған бір кезек берсек, өкінішке қарай сұхбатымызды одан әрмен жалғастыра алмаймыз. Уақыт шектеулі. Гүлсінай ханым, сіз жырақта, яғни отанға жырақ жүргенде оралайыншы деп сағынышыңызды жеткізіп, сондай сол кездегі шығарған бір әніңіз бар екен.
ол ән негізі бұрыннан бар, осы Қазақстанның әні. Бірақ енді біз Қазақстан дегенді кішкентай кезімізден естейтінбіз, аталарымыз, әжелеріміз айтады. Сол кезден бастап менің жүрегімде ұялаған, жетсем деп армандайтынмын, кейін есейген сайын адамның сағынышы үдей береді. Қазақтардың, иә. Сондықтан өте бақыттымын бүгінгі сәтте өзімнің еліме келіп, осындай сахнасына шығып, осындай. Саған рахмет. Алтайдың аруының атынан бізге Алтайдың аруы. Ай, тамаша.